Сәлеметсіздер балалар. Бүгін біз сіздермен Activity Book'тың Lesson 3 Part 3 үшінші бөлім, үшінші сабақты өтетін боламыз. Exercise 1. Choose and complete дейді, таңда және жалғастыр дейді. Бұл жерде біз өткен сабақтағы өткен have-has'ды қоятын боламыз. Ендеше бір қайталап өтейік. Have бізде қай жағдайда қолданады және қалай аударылады? Have-has бізде бар деп аударылады, яғни менде бар, ода бар, бізде бар дегендей. Яғни менде сотка бар, менде кітап бар, менде ручка бар, бар деп аударылады. Ендеше have пен has'дің қай жағдайда қолданатынын жазамыз, I, you, I деген мен деп аударылады, you сен, they олар, we біз, it олар, осы жағдайда біз have-ті қолданамыз. Келесі she, he, it есімдіктерінде біз has-ді қолданамыз, Яғни, егер біз айтсақ, айтқымыз келсе, менде ручка бар, I have a pen деп айтамыз. О, Дианада ручка бар десек, Дианамыз she болады, Диана has a pen деп айтамыз, Ендеше мына жерге қараймыз, exercise 1, бірінші жаттығуға қараймыз. Бірінші мысалда көрсетілген, I have a yellow school bag. Менде сары сумка бар деген, Қайсын қойды? Have-ті қойған. Келесі, they олар, a dog оларда it бар деп айтамыз, They есімдігі болғанда бізде have қоямыз, Яғни have-ті белгілейміз және мында жазамыз. They have got a dog. Үшіншісі, the third sentence, he an igloo, Igloo дегенде бізде қардан жасалған үй, ол, he ол. Ол болса, біз he болса, не қоямыз? Has қоямыз. He has got, he has got биді белгілейміз. Төртіншісі, we болғанда біз have қоямыз, We have got вариантын белгілейміз. Келесі, James and Leo a big kite. Kite деген подправок, воздушная змея дейді. Джеймс және Лео дейді, сұрақ қоямыз. Бірінші біз сұрақ қоямыз, кімдер, олар, яғни олар деген ағылшынша they деп аударылады, міне they болса біз have қоямыз. They have got, жерге жазамыз, have got. Келесі, you a brother and a sister. You сен, сенің ағаң және қарындасың бар дейді, Сен болса, you болса біз have қоямыз, We have got a brother. Келесі, Jill and orange, Jill'да апельсин бар, Jill деген бізде кім? He немесе sheға жатады, яғни біз has'ды қоямыз, B вариантын белгілейміз. Has got. Сегізінші. It's a small nest. Nest деген құстың ұясы, small кішкене. Не дейді? Оның ұясы кішкентай дейді, It болса біз не қоямыз? Has қоямыз. Мұнда жазамыз. Has got деп жазамыз, Келесі. Exercise to make sentences дейді. Сөйлемдерді құрастыр дейді. Біріншісі ретімен келтіріп жазған, Brother, I got have funny дейді. I have got a funny brother, Менде өте күлдіргі, көңілді ағам бар дейді. He has, мұнда жазамыз. He has got, жасалу жолы, He has got a clever. Clever деген ақылды, clever sister. Не дейді?
Оның ақылды әпкесі бар дейді. Келесі. Бізде ең бірінші бастауыш тұрады, they деп жазамыз. They. Қайсын қоямыз екінші? Have got қоямыз. They have got a big family. Big. Үлкен жанұя дейді. Family деген жанұя. Отбасы. The first it has got a small bed. Exercise 3, color, write, use дейді. Үшінші жаттығу, боя және жаз дейді. Онда бізде I have-тың қысқартылған түрі I've got a blue cap дейді. Көк кепка бар дейді. Келесі бізде батпырауық. Батпырауықты біз kite деп айтамыз. I have got a red kite деп жазамыз. Келесі сумка. Сумканы біз ағылшынша қалай айтамыз? School bag дейміз. Yellow school bag дейміз. Келесі бізде кітап. Got a blue book деп айтамыз. Pencil case. Кеңеу. Яғни мына түстерді, мына суретке қарап бояп жазып шығамыз. Red kite, батпырауымыз қызыл, яғни red қызылды бояп шығамыз. Yellow school bag, сарыны бояймыз. Көкті бояймыз, осылай бояп жазып шығамыз.